Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай бантикті тігеміз. Осындай 4 бөлік керек болады. Ең үлкені ұзындығы 30, ені 15. Одан кейінгі екеуі 15-те 15 см. Ал мынау біздің ең кішкентай деталіміз 6-да 10 см қылып алдым. Ең үлкен бөлігімізді бірінші тігіп аламыз. Осылай бүктеп, бір тігіс жүргіземіз. Екінші бөлікті тігу үшін ортасынан бүктеп, осылай ішке қарай үшбұрыш жасап аламыз да. Үшбұрышты жасап, осы жерді бормен белгілеп аламыз. Үшбұрыштың орнын. Және де келесі бетіне аударып, осы біздің үшбұрышымызға түзулеп сызып алу керек. Осылайынан келіп, былай үшбұрыш қылып тігіп жібереміз. Тігіп болған соң оны кесіп тастаймын. Міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мына үшбұрышты бантиктің аяғын тігіп болғаннан кейін артық жерлерін қырқып тастайтын боламын. Барлығын теріс бетінен үтіктеп аламыз. Оң бетіне қаратып үтіктеп аламыз. Мынау бізде ең үлкен бөлігімізді осылай емес, былайынан тура қақ ортасына мынау тігісті қойып үтіктейтін боламыз. Біз былай бүктеген кезде тігіс бізде көрінбей астында қалып кету үшін. Бантиктің аяқ жағында оң қаратып тігіс бойларымен өте жақсылап үтіктейміз. Ендігі кезекте бантигіміздің мынау қақ ортасын табамыз. Осы қақ ортаға былайынан қойып, екі шетінен бүктеп, дәл осы бойда тағы да мына екі жандарын үтікпен басып аламыз. Соңғы ең кішкентай бөлігімізді де дәл үлкен бөлікті тіккенде ұзыннан тігіп алып, бұны да ортасынан, тігістің ортасына қойып үтіктеп аламыз. Ең үлкен бөлігімізді осылай кішкене ғана 1 см бір-бірінің үстіне қойып, тура қақ ортасынан бір тігіс жүргізіп аламыз. Бантигіміздің ортасынан бір тігіс жүргізіп алдық. Ендігі кезекте қақ ортасынан бүктейміз. Оны бүктегеннен кейін былай жиырмалар жасаймыз. Осы жиырманы қол инесінің көмегімен осы ортасынан және де мына екі шетінен тігіп шығамыз. Ең бірінші инені бір кіргізіп алып, одан кейін 2-3 рет айналдырып, тағы бір рет инені кіргізіп, тігісті аяқтаймыз. Ендігі кезекте бантиктің астыңғы бөлігін осы қол иненің көмегімен бір-біріне мына бұрыштарын бірдей келтіріп алып, түзуінен тігіп шығамыз. Енді бантигімізді осы астыңғы бөлікке қосамыз. Мынау тігілген жердің жарты бөлігін кесіп тастағанымыз дұрыс болады. Және бізде үлкен болып тұрмайды. Осы жерді ыстық желіммен немесе суперклеймен бір-біріне жабыстырып аламыз. Ең соңғы тігіс қалды. Ең кішкентай бөлікке бантикті және астыңғы бөлікпен резинканы қойып, осылай қол тігісімен тігіп шықтым. Өз қалауларыңызша желімдесеңіздер де болады. Мен қол тігісімен жасағанды жөн көрдім. Бекітіп тігісті аяқтаймыз. Сонымен біздің бантигіміз дайын. Дәл осы әдіспен қыстырғышқа да жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңызша пайдаланасыздар. Қыздарыңызға өздеріңізге тігіп алыңыздар.